Кушинг ауруына Эйценко Кушинг синдромына кандай айырмашылыгы бар? Екі жағдайда бізде бүйрек үсті безінен бөлінетін кортизол гормонының шамадан тыс бөлінуінен, яғни гиперкортицизм әсерінен пайда болып тұрған патологиялық жағдайлар. Олай болса, екеуінің айырмашылығы неде? Эйценко Кушинг ауруы бізде гипофиз аденомасы әсерінен пайда болады. Яғни гипофизде шыққан ісік оның алдыңғы бөлігін стабиль етеді, әсерінде бізде адренокортикотропты гормон шамадан тыс бөлінеді де, ол бүйрек үсті безіне әсер етеді. Бүйрек үсті безінен әсер еткені сол кортизолдың деңгейін көтеріп жібереді. Кортизолдың деңгейі шамадан тыс бөлінеді, қанға шығады. Есебінде біз науқастан Эйценко Кушинг ауруының симптомдарын байқай аламыз. Ал Эйценко Кушинг синдромы кезінде бүйрек үсті безінде сыртқы факторлардан, гипофизден басқа сыртқы факторлар бүйрек үсті безін стимулдеп, есебінде кортизол гормон бізге қанға көп дәрежеде бөлінеді. Яғни Эйценко Кушинг ауруы гипофизде проблема, Эйценко Кушинг синдромы өзге факторлар. Эндокринде